Қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, әрі нәзік, пісіруді қажет етпейтін Орео тортын жасап көрсетемін. Орео тортын жасау үшін қажетті заттар: 220 грамм сливочный сыр, 4 грамм желатин, 1 қорап Орео печеньесі, 40 грамм сары май, 30 грамм қант ұнтағы, 200 грамм сливки 34%, және 20 миллиграмм суды қолданамыз. Алдымен Орео печеньесін екіге бөліп аламын. Мына бөлігін алып, ыдысқа саламыз. Салғанда осылайша салуымыз керек. Осылайша барлық Орео печеньесін жасап шығамыз. Осылайша барлығын жасап болдым. Ендігі кезекте одноразовый пакетке осы печеньелерді саламыз. Осылайша етіп жасап болғаннан кейін үстін осылайша оқтаумен басып, ұсақтап үгітеміз. Осылайша етіп әбден ұсақтап аламыз. Одан кейін ыдысқа қайта саламыз. Осыдан кейін сары майды водяной баняға қойып, ертіп алуымыз керек. Сары майымызды водяной баняға қойып, ертіп алдық. Водяной баняға ерту менің алдыңғы роликтерімде бар, солардан қарап жасауларыңызға болады. Сары майды Орео печеньесінің үгітіндісінің үстіне құямыз. Одан кейін араластырып отырамыз. Араластырып болдым. Енді оны арнайы табаға саламыз. Кольцо диаметрі 16, оның үстіне печеньенің үгітіндісін саламыз. Осылайша етіп жасауымыз қажет. Жасап болғаннан кейін 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Ендігі кезекте 4 грамм желатиннің үстіне 20 миллиграмм суды құйып, араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 15-20 минутқа желатин суды өзіне сіңіргенге дейін қоя тұрамыз. Таза әрі құрғақ ыдысқа 200 грамм сливкиді құямыз. Одан кейін миксерлейміз. Яғни миксерлеген кезде ең төменгі жылдамдықпен миксерлеуіміз қажет.
Миксерлеп болдым. Енді 10 минутқа холодильникке сала тұрамын. Таза әрі құрғақ ыдысқа сливочный сырымызды саламыз. Салғаннан кейін араластырамын. Салғаннан кейін араластырамын. Араластырып болдым. Енді оның үстіне Орео печеньесінің ортасындағы кремін салып араластырамын. Осылайша етіп араластырып аламын. Желатинді водяной банядан шығардым, яғни осындай сұйық болуы қажет. Сливкидің үстіне сливочный сыр саламыз. Осылайша етіп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне желатинді құямыз. Қайтадан араластыруымыз қажет. Әбден араластырып болдым. Ендігі кезекте кремімізді құямыз. 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді осының үстіне ұнтақталған печеньені сүйіп шығамыз. Торты дайын болды. Енді оны холодильникке 4 сағатқа қоямыз. 4 сағат уақыт өтті. Холодильниктен Орео тортын алып шықтым. Енді оны қалыптан босатуым керек. Ол үшін ыстық суға таза шүберекті салып, сыртынан осылайша ораймын. Осылай жасап алғаннан кейін жайменде отырып ағытамыз. Достар, біздің Орео торты дайын болды. Ендігі кезекте дәмін татып көреміз. Close till I get up. Time is barely on our side.
Grace is leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Достар, біздің Орео торты өте дәмді, керемет әрі нәзік болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін, өздеріңіз үй жағдайында жасап көрулеріңізге болады. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.